Үйіңізге яқшылық, бағалы қараушылар, эфирде Қараша Шеркеш өкімет телерадиокомпанияның ноғай бөлігін. Береміз соң хабарларды. Рашид Темрезов Черкес қаласының яшаушыларын yolығып алды. Яңғы Уренгойдың ноғай ел ямағатшылығы Енгу барымыз келеді тең деп аталынған проекті яшауға ендірді. Ноғай ясымыз Амаль Керейтов Европаның чемпионы болды. Түнен Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов Черкестің яшаушыларын yolығып алды. Онда қайдай сұрағылар көтерілгенлер ақында біздің алдыда сюжетімізде. Черкес қаласының яшаушыларымен yolғыстың барысында Адемлер Республиканың басшысына еңді өткір оларды тыныштыландыратаған сұрауларын қараттылар. Көбісінше әлде олар қалады ярастырумен байланыслы еділер. Айтпақ олардың бірісі набережная орамды ямурлардан соң су алып қаралтыларға су кіретағаны болады. Люди, которые живут. Өткір мәселе Ставропольская набережная орамларының қосылған ерінде ямурлы су ау канализациясының ярастырылуы болады. Соң 600 метр орамның yolda құрылақ Озатлар миллет проекті бойынша таралтылма қарарланадылар. Бұл ерде яшаушылардың ой тоқтасларына ес беру керек деп беркітті регионның басшысы. Yolğыстың тамамларына көре Рашид Темрезов неше бір социаллық объектілерді игілендіру құру бойынша бұйрықларды берді. Сөйтіп, Ленин атлы проспекттің бір кесегінде орамларға шырақлар салынақлар. Елдің соңына дейін космонавтов орамында тротуарлар түзетіліклер, олардың ұзынлығы 350 метрге етсек. Сонымен біргесіне қала парк зоналарда ярастырылақлар, отырышлар салынақлар, урналар қосылақлар, концертлер озғармаға деп сахналар да түзетіліклер. Сонымен біргесіне спорт тармағының өрленуіне қаратылған неше бір амалларды етілінеклер. Гражданларды yolғып алудан соң Рашид Темрезов Латокова атлы қаланың мектеп-интернатын қарап шықты. Yolғыстардың тамамында басшымын сосындай ремонт құлықлар осал эстетаған балалардың мектебінде дозғару деген тапшыру берілді. Алимат Матакаева, Мураджан Көзов, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Ноғай районының мажасында еркін күрестен Европаның чемпионы болып қайтқан егіт ясымыз Амаль Керейтовты yolықтылар. Толық хабар біздің алдыда репортажда. Амаль Керейтовтың аты еркін күреспен қызықсызған адамлерге әлі 7-8 ел артта белгілі болған. Айтулы Ноғай тренер, Ноғайстан деп аталған еркін күрестен мектебінің ұйғынлаушысы Халил Кумратовтың қолына ол 5-6 ясында бала болып түскен. Сол заманан алып, биік еңуге бірінші адымларын етіп баслаған. Көплеген чемпионатлардың еңушісі болып, Амаль кішкейінен ерегінде өктемлікті, сонымен бірге шыдамлықты, сабырлықты тербиялаған. Бүгін болса, ол Россияның командасына кіріп, біздің Ноғай халықтың атын Саулы Европаға айттырған. Егітті ең мастып Москвада яшайтаған Ноғайлар yolғып сыйланар. Соң Менводы аэропортында оны икон қуанышпан yolыққанар. Мені туған Ноғай районының мажасында Амальды оның тренері Эльдар Каракаевты ердеслері yolғадылар. Сегодня, поверьте, мы тоже так же волнуемся, как и вы. Сегодня очень серьезное мероприятие. Я хотел бы поздравить наших спортсменов. Это, Амаль, в первую очередь тебя, Денислам. Вы достойно показали, что наша республика на высоком уровне занимается спортом. Поблагодарить хотел бы тренеров наших, которые представляли. Я прекрасно, каждый из нас понимает, как вы понервничали, но результат налицо. Также хотел поблагодарить ваших родителей за воспитание вас. И в дальнейшем надеемся, что вы нас порадуете чемпионами мира и обязательно достигнете на Олимпиаде высоких результатов. Амаль Керейтов әлді бек яс адым, ама оны ертеслері шынты Ноғай бәтірді yolыққандай етіп сыйлайдылар. Не десе сосы бала, біздің Ноғай ясылар әлі де өз күшлерін көрсетерлерден сенімді Саулай халықтың ерегінде ендірді. Ноғай халыққа бір икон салам, сауыңыз
деп мен поддержать еткенімізге. Сауыңыз менің тренерлерімге Элдар Каракаев менімен бірге барған, Билал Матакаевке за деп мен подготовить еткен үшін соревнованиелерге. И Саул менің бірінші тренерімге Халил Ибрагимовичке, Хасан Дитлеуішке. Амал Керетов Адылхалық ауылында туып өседі. Сосы ауылдың яшаушылары яспан өктімсейділер. Не десе ол тек керейтлердің ярық тұқымын туыл, Саулай Ноғай халықтың атын айттырған. Саулай дүнияда яшайтан Ноғайлар бүгін оның атын аузынан түсірмейділер. Бұл балаға разылығын білдіреділер. Бек қуандық. Мен племяннигім болады. Саулай ауылымызда қуанды, құрымен туыл. Міне халыққа сау болсындар, міне сөйтіп қош көргендеріне амалды. Ауылымызды бек сүйінді, құрымен ту, Саулай ауылымыз сүйінеді, халқымыз сүйінеді Саулай. Сонда сүйінішілер көп болсын халқымызда. Қайдам соны өстірген атасы анасы сау болсын. Соны үйреткен мына тренерлер сау болсын. Аллах зорға саулық берекет берсін. Мұрадыларына жетсінлер. Сондай учениклері көп болсын, чемпионлар болсынлар. Соны сағынамын. Фарида Сидахметова, Зумрат Гербекова, Ислам Урумов, соң хабарлар. Қараноғайда бірінші Саулай Россиялық атларда көшу ұйғынланды. Тамамында Маламада Батыр Мұрза Тереклі мектеп арадағы далада икон этнофестивальға айланды. Толы репортаж Рабиат Кокованың Эмир Отивалиевтің беруінде. Бұрыннан алып Ноғайлар ат құлағын ойнатқан. Ноғай атта туған деп сөйлігі дейімді халқымызда айтылынады. Солдыда атларман көшуде атты шынтысыманда сүйген балинші егітлеріміз ортақшылық еттілер. Хабар көтердік, онда көпті бір икон переход өтейік деп. Ноғайларда значимый переход өтейік деп. Хабарлаған заманда Қобан Ноғайлардан ояқтан хабар келді, октябрьда біз сізге келеміз деп. Біз де ойлайық, о заман октябрьда керек болсақ, подготовить етеміз, келеміз, сізді қош аламыз деп. Міне яқтан шықты Кезярский район Ноғайлары, біз де келеміз о заман дейді. Біз ойладық соң. Еткен соң тада уже бәр Ноғайлар шақырып қойма. Юртовский Ноғайлар бар ма, Чешнан Ноғайлар бар ма, бәр районларын, Дағыстан Ноғайларын бәріне шақырып бір байрам өт қойма деп. Ойлық қарған заманда 630 жыл едігі биыл болады екен. Соға бағыслап, шошы байрамды да бүгін еттік. Бұл байрам керек еді біздің халыққа. Неге десе, біз орамман, атларман байрам түзіліп жүрген заманда, кесіп шыққан заманда ауылды. 10 шақыл адам шықты алдымызға су пайлап бізге сұп-суық сулар беріп, сүйініп, біз үшін салам алейкум деп ян-яқтан қышқырып, қатынлар болсын, еркектер болсын, бек сүйінділер бәрді. Соға көрі біз әзірлік көреді ғенді күзді Қобан Ноғайларға байдама бәрімізді. Белгіленген заманға атлылар Кавказдың түрлі мүйіслерінен Қараноғайда елділер. Ең икон шақырымларды Қобанан келген атлылар өткен. Олар ат үстінде 500-ге юқ километр келгенлер. Алхамдулилля, еттік жолда қиын еді. Көп ерді сыйларлар, көп сау айтаматады. Бек сыйлады, бек қош көрділер, сау осындар. Біздің ұзақ жолымызды қысқа еттілер, сол сыйлауымен. Иншаллах, мына етілген зат ендігі бірінші переход болып, арты үзілмесін. Ендігі болсын, татымлық болсын, арамызда қатынияқ Ноғайлардың арасына. Тағы да бар айтты олзайым, атсыз Ноғай, қанатсыз ұмытпаңыз, оны атқа мініңіз. Амаллама Тереклі мектеп ауылында икон байрамға айланды. Онда 100-ге юық аттылар қатынастылар. Олардың ең иконны 61 ел. Аллаху Таала насып бере, ар адамға өзін испытат етпеге деп. Мен де өзім мен білемен. Ойладым, атам, атам бірісі ясына қарамаған шыққан заманда бағытқа. Солай шықтым. Аллаху Таала насып етті, өзімді де қарамаға, атымды да қарамаға. Атымды етті, өзімді еттім, шүкір алхамдулилля. Байрамның екінші күнінде егітлер түрлі спорт сынасларда өз болымлықларын сұлыпларын сынадылар. Арқан тартысу, таван тірес, оқ ату, ат үстінде күрес. Соң кезулі амалламады Қобан Ноғайда озғарма кеңес етіп
ой салдылар. Рабят Кокова, Эмир Утивалиев, соңғы хабарлар. Яңгүрүңгөйдө жашайтан ноғайлардын ноғай эл ямагатчылыгы Еңгу барымызгеде тең деп аталган проектти жашауга эндирген, хабарлайды Рабят Кокова. Еңу барымызгеде тең деген проекты Яңгы Өрүңгөй ноғайлардың ноғай ел ямағатшылықтың басшысы Хайрбек Алакаев өз күшімен еткен. Ама бұл концертте көп басқа миллетлі артистлер де қатнастылар. Бұл ысты ең бас деп Ершімай Рамазанова мен шайыр Фарида Сидахметова 2017 жылда басылғанлар. Ставрополь пединститутының оқытушылары мен оқушылары Еңудың ер арсеналы деп аталған проектте олар сол қауғадың батырлары деп аталған ерді әзірлеген еділер. Сол еллардан бербетін қауға елларында ерланған 10 ер ноғай тіліне көшірілініп әзірленген. Бұл икон байрам Яңгы Өрүңгөй қаласында өтті. Сол қауғадың батырлары ұмытылмас еді атлары, өлімге ерге айланған, эслерде біздің сақланған, егітлік бірде өлмейік, яндырған отлар сөнбейік, сол оттың ярығы жүректерді жылытар, яшауды сақлар. Рабят Кокова, Фарида Сидахметова, Людмила Шибокова, соңғы хабарлар Яңгы Өрүңгөйдөн. Түнеунлерде bizim республикада Дағыстаннан балалардың шың ансамблі болып қайтты. Bizim қараушыларды немен сейірсілдігені ақында алдыда беруде. Ноғай халқының ақыны Али Бираманов етекшілейтаған яс домбырашыларының шың ансамблі өз өнері мен тек Дағыстан Республикасының яшаушыларын туыл, біздің ердеслердің де көңілдерін аулап білді. Бұл балалардың арбір домбыра шертулерін қараушылар айлақта бек хош көріп алып тұрдылар. Бұл келудің бас мұрады домбыра саз алатын қобан ерінде янландыру, яс балаларды домбыра шертумен қызықсындыру болды. Бүгін мен балаларымды, қобанның балаларымынан таныстырма келдім. Оршылып айтса, ноғай, ертеден қалған ноғай аңлармен, саздарменен, шыңларменен үлестіріп таныстырмаға бәрінде. Неге десе өкінішке, біраз аста-аста ақыртын тіліміз де ішке біраз таралып бар едір, әдеттеріміз де, әдебиетларымыз да ішке біраз ойылып бар едір. Сол көре мен Казаков Валерий Сипериш маға тел соғып айтқан доқта, қанаттарым шығып, ұшып келдім, балаларды алып. Валерий Сипериш айтуы тура, бізде де қобанда да домырады үлестірсең әкенді. Домырады қобандағы яшайдаған ноғай халқымыз, солардың араларында балаларда ойнап үйренсе әкенді. Соғы көрі, мен бүгін айтайақпын, ішімізде бір бала сау язға, 2 айға оқытушы ол қалайық менің бір ученигім, қалдыраяқпын, о менің бұнуғым, қызым үйінде қалдыраяқпын, сонда үйренмеге сүйедіған балалар, сонда барып yazылайық. Sonra varıp тұрып домыраға үйренер. Ол бек аруды ойлаймын. Яс артистлер қонақбайларға өзлерін тек саз өнерін туыл орта өмірдегі шайделердің асыл сөзлерінде оқып естірділер. Мырза қызын алған едім, байдыр деп. Бал аяқтан мен ішкен едім, шайдыр деп. Ту биеді йыққан едім, тайдыр деп. Ноғайыма ер шығардым, пайдыр деп. Сосындай әлемет, өнерлі, талантлы бір орысша айтқан заманы. Жегеyi күшті балаларды алып келгеннен бек үлкен разылығымызды білдіреміз. Біз қарап тұрамыз ана
инстаграмларда нелерде сенің барған ерлерінде көргенбіз. Северокавказ кинеде округтары бірінші орынды алғаныңда көргенбіз. Лауреатлар көп ерлер лауреат болған. Кішкенекей болып бір сөйле 60-80 жасына келген адамдар да сосындағы мына кішкей балалардың алған нелер барғалар нелер жоқ адамдар да бар дүниеде. Алла разы болсын. Біздің ноғайдың ақыны, Саулай дүния белгілі Альбир Амаров, заслуженный артист Республики Дагестан, Акин Ногайского народа, қоры Россия ту Саулай дүниядағы недешінде белгілі ақын. Мына Альбир Аманов үйкон басын кішкейтіп, бірісізіне рас үшін деген. Алла разы болсын, сау бол. Шың ансамблінің репертуары айлақ бай. Бұл яс артистлер бұрынғы ноғай шайырлығының классиклерінен алып, әлігі замандағы авторлардың аңыларында біледілер. Қонақларды хошлағанлардың санында Айдыл қауының кішке яшаушысы Мустафа Казаковта болды. Бағалы қонақлар, мен бұн атайым Валерий Сеперович Казаков, ноғайым деген ятуалды ятынан айтайым. Кетті елар төмен аққан, ақ қобандай ақтарылып, ана әділдей молпайып, ярық яйықтай айылып, таулар таслар, кеншілер, дөңгіл көк көлер, дөрт яғасы қиылы, дерия деңгіз әлем майтақ ноғайлы. Алтын орда елемедің йоқ болдың, соғым еріклі батыр едің нарт болдың, арғымақты сайлап мінген, арулерді сермеп алған, елік майды мол еген, қымызбады сымырген, егітлерін өрдеген, ерауларын сыйлаған, хан биллерін сайлап білген халық едік. Yolğusun ızında ноғай маданиятын өрлендіруге кіргістетаған үлісі үшін ансамбльдің қатнасушыларына ем жетекшісіне сый грамоталар ұзаттылар. Концерт программасы белгілі Қанике деген герман бажарылды. Қанике келер жолынан, қойны тұлы қозынан, сол қозыдан бермесе, қуалар мұны елмынан. Қанике әрі ойқадар, ертен тұрып шақтадар, қашпауының ұшына, заңғырдақты бұлғадар. Концерттен соң балалар йортымыздың Архыз курортына yol алдылар. Бұл yolығыз барысының десінде көпке сақланияна шек yok. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Балы қараушылар, сөйле болса рекламаның заманы. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8 938 030 30 50. Инстаграм Жасмин Элит Текстиль 09. Ластерика! Удивительное эксклюзивное шоу с 12 июня в Кисловодском цирке. На манеже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Май. Касса 2,96,58. 8 и 9 июня в городе Черкесске будет проводиться распродажа верхней одежды турецкого производства. Скидки до 70%. Мероприятие будет проходить по адресу улица Первомайская, 21, бывшее кафе «Корона». Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Всероссийская государственная телерадиовещательная компания представляют 25-й юбилейный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». С 1 по 5 июня столица Югры вновь ждет журналистов-экологов со всего мира. Подробности участия на сайте фестиваля и во всех социальных сетях. Присылайте работы, участвуйте, побеждайте! 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия.
В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Писков. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шаһардан Тебеллиге тере газ быргылана тартып кошар мурат барды. Черкесск хабез гукумидеч зупитым загаза көжінға оқуға хыршы көчінүш. Нола районда яңы социалык манелігі болған меканабы құрылысы басталды. Абаза район акыт корпнула адзы агазатра корыц айбзи хара казла, иги амлю коры аша ахцурала анхаракуа ауши. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ, от информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Академия российского телевидения и Союз журналистов России объявляют о приеме работ на участие в национальной премии за высшие достижения в области журналистики ТЭФИ Мультимедиа. Участвуют все средства массовой информации. Подробности на сайте mmedia.tefi.ru. 30 жылға юq заман уста хирург Амит Ажуович Караев Карашай-Черкеш республикалық больницасында іслеп келе жатыр. Бұл адамның каршегуі мен больницада лапароскопия операциялары етіліні басылаған. Толық хабар алдыда беруде. Республикалық больницада 250 медициналық құлықшылары әрекетлейділер. Ама Амит Ажуович Караев көплерден басқаланады. Біріншілей адемшілігімен, икон жүрегімен. Ауырғанлар маразылар арасында хирургтың икон аврайы бар. Враштың кеспісі егітлікке ұсас. Бөтінді хирург врашлар. Ар күн Амит Караев қайбір адемнің яшауы үшін күреседі. Бір елда хирург 300-ден артық икон операцияларды озғарады. Ол әлі күнделік уақ операцияларды санамай. Кішке заманда больницада ятып шыққан ем. Содан онда врачтардың құлықларын көрген ем. Бек яратқан ем. Брат өзімге саған ем. Врач болыр маған. Сол заматын беріп, школда, онсы медучилищеда оқып, армияда құлық өтіп, госпитальда, онсы медицинға түсіп, Институтты қайырды құтылдыңыз? Старопольский медицинста. Кірген заманда операция көрші өзіме саламын, яшауын ол адамға сақлаған дейді. Каждая операцияны өткен заманда прокручивать етен басында қады методикада қоланайым, қайтып бұл адамге ем табайым. Амит Ажуович Караевтың ата юрты Қанғыл ауылы. Ама бақты yolları оны Карашай-Черкеш республикасына келді. 1991 жылдан алып алған кеспісіне берік болған враш республикалық больницаның хирургия бөлігінде іслеп келе жатыр. Бұл дүнияда ең икон бахалық ол саулық дейді Амит Караев. Оны бір ақшаға да сатып алып болмас. Солдыда ар инсан өз саулығына тиіслі ес, қарау бермей шалыспа керек. Біз врашлар болсақ, сол саулықты сақлауға өз білімімізді беріп, маразыларға қол ярдамды етеміз. Амит Караев маразыларды мүлет-мүлетке бөлмейді дейді хирургия бөліктің етекшісі Мұхарби Татаршау. Бұнлерде бізде қиын яшау әллеріне ұшыраған болып қысқа аяқлы ауыр мараз болып ятады. Оның біреусі де жоқ. Айтаяғым, оның әлігі дейімді яшайтағаны Амит Караевтың берген қарауы арқалы, дейді бөліктің басшысы Татаршау. Суббота, воскресенье. Базар күн болсын, байрам күнлерде болсын. Амит Караев қай заманда да құлықта. Өз ісін бітірмей ол еш бір яқада кетпес. Оның қол салуымен республикалық больницада лапароскопия операциясы сындырылген. Из первых вот эта лапароскопия сейчас это, модно, это он внедрил. Враштың кеспісі дайымда білім сандығыңды байыту.
яңы йосықларға, технологияларға үйрену. Сөйтіп, Амита Жович Караев ұсталығын өстіру мұратта Балин шекері, Москва, Санкт-Петербург, Казань, тағы басқа ұлы қалаларда сұлыбын өстірген. 96 годта Казанға барып келдім. Анда лапароскопийская операция үйреніп келдік. Ол операциямды больницада етіп бастадық. Лапароскопийская холестомиялар, лапароскопийская аппендэктомиялар, внематочный беременностьлар, кисты яичника, сондай заттар еткенек больницада. Сондай методикаларды внедрять еттік. Ол операцияны қалай етіледі? Кеспеге керекті ол зат, шынсы ма? Малоинвазивная операция дейді, кесілме етіледі. Кесіктер етесін, и оперировать етесін ауырғандарды. Рабят Көкова, соңғы хабарлар. Құрал айынан алып Достар студиясы яңы проекті таралтып баслағанлар. Олар стриминговый сервис арқалы ноғайдың тарихы, маданияты, күнделік яшауы ақында берулерді көрсетіп басладылар. Хабарлайды Достар ТВ студияның етекшісі Даниил Исакаев. Айтатшы, қиындықты яшылық келетіп, карантин болғанда, мен тойлар жүргістім, құлықсыз қалғанда сондай ой есіме келді. Құлықта еқот баста бос ерді көбі. Сол zaman ойладым, міне біздің халықта тура айтқанда, бұл затқа әкелді мені күлшілік. Мен күліп бастадым басқа халықтарда, олардың өзінің телевидениесі да бар, 2-3 радиосы да бар, көп газеттер де бар, журналдар да бар. Мен ойлаймын, неге мен халқымда бай тарихлы халық, бай маданиятлы халық, бай адабиятты халықта телевидениесі жоқ. Бізді қосатаған бір ер жоқ, информационный ер жоқ. Бұл стриминговый сервис деген сау дүнияда яңызат, яңылық. Россияда даже бұл яңылық. Кавказ халқында мен ойлаймын біреуді дүниеде жоқ тұр. Сол көрім біздің халық көзі модаларды бар екен. Халықтан қарайым қарасынды. Міне халық қарасы екен. Халық соны кеткен күшті аңласы екен. Неше күш кеткенін қараса бізге басқа біратта керек тұғы. Біреуді маға даже сау олып айтқан халықтан үшін айтам сайын бір маға керек тұғы. Біреуіңіз бір язбай қойын болыз. Қарасаңыз болады бізге. Қарап көзденсеңіз біздің ноғай телевидениеміз бар деп маға со еңді көп саулықты мен ойлаймын. Балы елдаслар, мен босам сізбен келекіма дейм аманласаман алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру. Яқшылықпан қалыңыз.